Алло, иә. ашылды. Мгм. Сіз нені жасап жатсыз, иә? Нені? Нені? Енді мына жерде мен сізге қалай сұрақ қоя аламын? Қалай ауызша сұрақ қоя бересіз? Иә. Сіз осы 15-ке дейін барлығын оқып шықтыңыз ба? Иә, мен 15-ке дейін оқып шықтым. Бірақ ана сөздіктерін жаттау керек. Сөздікті жаттамадым. Бірақ біраз білем. Түстерді біраз. Иә, ол барлығын жаттау міндетті емес. Иә, бірақ мұнда мен Drops деген программа бар ғой. Сол бойынша да нетіп жүргем, үйреніп анандай сөздіктерді жаттап. Иә. Сол күшті жақсы көмектеседі. Ал жаттаған. Бастайық 16 сабақтан. Бүгін сабақтамыз сын есімдерді соңғысын өтеміз. Жалпы бұл осы кітаптың соңғы сабағы. Осы 16-ны бітірсек, біз бірінші уребенді аяқтадым десеңіздер болады. Бұндай корей тілін жалпы 6 деңгей болса, сол біреуін аяқтайсыздар. Сосын бүгін және бұндай және оттон деген ережелер өтеміз. Бүгін сабақтың тақырыбы 착하고 귀여운 사람을 좋아해요 деген. Дина деген қосылды. 3 адам қазір қосылды. Қазір сын есімдер. Бірінші күйопта дегеніміз бұл осындай көбінесе қыздарға қолданады, жалпы ойыншықтарға осылай сүйкімді деген білдіреді. Кішкентай балаларға қолданады күйопта деген. Мочида деген ұлдарға қолданады көбінесе. Мочида және басқа заттарға қолданады, қыздарға емес. Жаңағы әдемі, сұлу деген сөз. Так, одан кейін чаххада деген мейірімді деген сөз. Ақкөңіл, пешпейіл. Ойна бар. Диназ апай, микрофоныңызды өшіре саласыз ба? Так, мусопта дегеніміз қорқынышты деген сөз. Мусопта. Кипыда дегеніміз қуанышты, шат, қуанышты деген сөз. Кипыда. Сылпыда дегеніміз қайғылы, мұңды деген сөз. Бисытхада. Бисытхада ұқсас. Оған қарамаға қарсы тарыда деген сөз. Татытхада деген жылы. Және келесі налшинхада. Налшинхада дегеніміз осындай жіңішке, қалай айтатын мүсінді дейм ба? Осындай жіңішкені налшинхада деп айтады, арық. Ал толықты тунтунхада деп айтады. Тунтунхада. Канхада. Кан деген сол күшті деген сөз. Канхада. Яххада дегеніміз әлсіз. Соған қарама қарсы.
яхада. Және де басқа да сөздер, осыны сынайсыңдар. Чилгопта, жайдары, күнді деген сөздер. Торопта. Жиі қолданады, торопта. Лас, кір. Юмен хада. Атақты, танымал. Соны юмен хада дейміз, белгілі. Кеккіт хада. Тороптаға қарама қарсы. Таза, кеккіт хада, кеккіт. Және чуньо хада, маңызды. Иға ол нейін алына қолданамыз. Зат есімге жалғап айтамыз, мысалы. Нәрсе иға чуньо хада, мысалы. Оқыпты, табанды дегендерді пучирон хада, және пысық, еңбекқор дегендерді пучирон хада дейді. Оған қарама қарсы жалқауды керіда. Керек нәрсені, керек қажетті пирё хада дейміз. Пирё хада. Олар зат есімдер болғандықтан есім. Бұнан жаңағы ика деген жалғанады алдындағы зат есімге. Қарама қарсы пирё опта. Пирё хада. Қарама қарсы пирё опта. Енді осындай кішкене жаттығу, үлгі сияқты осындай сөйлем құрастыруымыз керек. Мысалы, күйопта. Күйо канажи가 아주 귀여워요. сын есім болғандықтан бұны алдына и немесе осылай каны жалғаймыз. Алдындағы зат есімге. Осылай канаджи деген зат есім. канажи가 귀여워요. 무섭다 деген қорқынышты. мысалы 영화가 아주 무서워요. келесін оқып көріңіз. 로맨스 영화가 아주 슬퍼요. 슬퍼요 ол андай мұңлы деген, иә, мұңлы. 로맨스 кино 영화. Роменс дегенде киноның жанры, келесі пусоп хат. писет хада. қалай? Писет хада. У емес негізі ы болу керек. Писет хада. Ұқсас деген сөз. мысалы 한국어 문법과 가자흐어 문법이 비슷해요. 비슷해요. 유명하다 дегеніміз жаңағыдай танымал, белгілі деген сондай атақ. Танымал нәрсе, популярный. известно. мысалы 제주도가 한국에서 유명해요. 제주도 аралы популярный, иә? Корея. танымал, иә. Көбісі біледі Кореяда. Танымал жер. Енді осының ережесі. Мысалы, біз қазір мына жерде бірінші зат есім тұрды. Мысалы, мына жерде конпо юнха деген зат есім. Ол сын есім. Бірінші зат есім, одан кейін сын есім тұрған кезде біз жай ғана айо, ойо деп жаза саламыз.
мынау маған ештеңе жалғамаймыз. Ал егер керісінше мынандай жағдай болған кезде, бірінші сын есім келіп, одан кейін зат есім келетін болса, біз жай ғана бір зат есімді сипаттау керек болатын болса. Мысалы, мына жерде былай айттық, кино қорқынышты дедік. Ал қорқынышты кино деп айту үшін біз сын есімге ын немесе ны жалғаймыз. Осылай. Егер элмен аяқталса, эл түсіп қалады. 무서운 영화 бола ма сонда? Иә. 무서운 영화. Егер элмен аяқталса, эл түсіп қалады да, орнына н жалғай саламыз, орнына жазылады. Сосын андай итта дегенмен аяқталатын сын есімдер болады ғой, мысалы мош итта, чеми итта деген, чеми опта деген. Оларға ан орнына ын деп жалғаймыз. Нын деп, мысалы мошин, машиннің деп. 맛있는, 재밌는. Иә. Мына жерде мысалы келтірілген. Мысалы чакта, чагын болады. Почему болса, бар болса, жоқ болса, астына жалғай саламыз. Ны деп жалғаймыз. Мысалы, кім дегенде почему жоқ, сонда астына ны жалғай саламыз. Кың кабан. Үлкен сөңке. 작은 가방. 넓은 집. 어떻게 қарапайым алдында өткен. Несін алдында ана тыны алып тастап, түбіріне осындай ын немесе ны жалғаймыз. Ал егер жаңағыдай итта, оптамен аяқталған сын есімдер болса, нын жалғаймыз. Мысалы, машинның 음식, 재미없는 이야기. келесі мына сөйлемді оқып көріңіз. 큰 가방이 하나 필요해요. үлкен 큰 сөмке. 가방이 하나 필요해요. бір үлкен сөмке керек дейді. 필요하다는 керек. 그 영화는 어떤 영화예요? мына фильм қандай елдің ба? Или қандай фильм, иә? Қандай фильм? Қандай фильм? Негізі мынаның түбірі, негізі ортода. Мысалға осы к деген бар ғой, к сосын и деген бар. Сол жерде мысалға и сарамын ба, или к сарамын ба? Ол былай, и болса, қасыңызда тұрған нәрсені көрсету үшін, ол кезде и деп айтамыз. К деп, мысалы, сіздің мысалға менің қасымдағы адам ол и сарам, ал сіздің қасыңыздағы адам ол к сарам бола ма? Иә. Мысалы, тыңдаушыға жақын, бірақ сөйлеушіге айтып тұрғанға алыс адам. Соны к деп айтады. Немесе мысалы, екеуіне де алыс жоқ нәрсені сол к деп, ол деген сөз ғой, жалпы ол деп. Ал мысалы жоқ адам туралы айтып жатырмыз к деп, к-нің деп, ондай к-нің деп естігесіз ғой, к неде ауызшада айтады, мысалы к-е деп, к-е-нің. к дегенді естідім, осы к деген сосын и деп көп айтылады. И деген қасында тұрған мынау деп деген сөз ғой. Одан басқасын бәрін к деп айтады. Кішкене алыста тұрғанда чо деп көрсетуге болатын нәрсені, сонда алыстағын чо дейді. Қасындағыны и, ал басқаларын бәрін к. 슬픈 영화예요. мұңлы кино. мұңлы фильм. енді мынау жаңағыдай алдында өткеніміздей бұрыс етістіктер болған кезде, мысалы чупта дегеніміз бұрыс етістік, сын есім. Чу
У деп өзгереді ғой. П түсіп қалады да. П-ның орнына У болып өзгереді. Чу болады. Осыны көп естідім. Оның алдына сосын мына жерде подчим жоқ болғандықтан бұған ны жалғаймыз. Тек N. Астына жай ғана жалғай саламыз. Чугун. Килда дегеніміз бұл лымен аяқталатын мына жерде тұр ереже. Лымен аяқталса N жалғанады. Өзі Л түсіп қалады және килда болады. Кейін мына чималы. Ұзын юбка. Суық ауа райы. Және тағы да үшінші мысал. Сіз оқи беріңіз. Үшінші, оттон сарамыл жуахасе요. Оттон сарамыл жуахасе요. Қандай? Қандай адам жақсы адам? Жоқ, жақсы көресіз дейді. Жуахада. Жуахас. Хада деген мынау етістік болды. Ха деген етістік болды. Жай ғана чотта болса, ол сын есім. Қандай адамды жақсы көресіз, иә? Сонда бұл іл деген жуахасе요. Сарамыл. Бұл жерде сонда да, де деген жалғаулар ма сонда? Қайсы мынау ма? Бұл деген? Иә, сарамыл. Қазақша ма? Рыл дегендер ол да, де деген сияқты, иә, тате. Д деген сияқты, мысалы, адамды жақсы көремін. Д. Д. Қазақ тілінде жалғаулар көп алтау осындай. Ал корей тілінде біреу-ақ қана. Негізі мынаны осындай шатастырмау үшін өте қарапайым ережесі бар. Мысалы, етістіктің алдында Л немесе рөл деген жалғайды. Иә, етістіктің алдында. Мына жерде не болады? Латесін. Мысалы, сарамыл чуахе요. Сарамыл манайо деген сияқты. Ал иға деген қай жерде қолданады ол? Ненің? Сын есімнің алдында қолданады. Иә, сын есімнің алдында қолданылады, мысалы. Н, И, К, аджектив. Сын есімнің алдында иға қолданыңыз. Мысалы, жаңағыдай. И нашиға чуойо деген сияқты. Нашиға чуойо. Ал жалғастырайық. 마음이 넓은 사람을 좋아해요. 마음이 넓은 사람을 좋아해요. 넓은 деген кен деген сөз. кен. көбіне ма? 마음이? жоқ, 마음 дегеніміз жаны деген сөз ғой. Жүрегі дей ма? Душа дейді орысша. жүрегі кең адамды жақсы көремін. Пейілі кен деген сияқты. Кең пейілді адамды жақсы көремін. Сонда 0N деген жалған тұрсын. Иә, 0분 사람. 마음이 0분 사람. Өрті етістік. Сын есім. Келесі тағы да соңғы мысал. 이 근처에 싸고 맛있는 식당이 있어요. 이 근처에 근처 дегеніміз жақын. 근처에. Айнала деген сөз. Жақын жерде. осы жақын жерде дәмді ресторан, таго дегеніміз, тада дегеніміз арзан. Арзан, арзан, дәмді. Арзан, дәмді ресторан бар.
Барма деп. Барма. Барма. 네, 많아요. 학교 근처 식당은 다 맛있고 사요. Я көп мектептің 근처 айналасында ресторандар дәмді арзан да бар. Та дегеніміз барлығы деген сөз. Барлығы дәмді арзан. Түсіндім. Мектептің айналасында ресторандардың барлығы дәмді арзан. Дәмді және арзан. Күнчо деген жақын жер, айналасы деген сөз. Жақын жер. Келесі екінші ереже жаңағы оттон. Қандай зат есіне қай, мысалы, қандай тамақ, оттон, қандай әңгіме, ымак, өлең. Қандай өлең жазу тырысе요. Қандай өлеңді көп жиі тыңдайсыз. Жиі деген болады. жазу жиі. 자주 들으세요? 자주. 팝송을 자주 들어요. 팝송 힙합 па ол? 힙합에 эстрадаға әндер. 힙합, эстрадалық әндерді көп тыңдаймын. Оның ішінде кей-попты кіреді. Поп сонда. Популярный. Неге? ағылшыншасы популярный, поп-сонг. 어떤 사람이 좋아요? 좋아요. 착한 사람이 좋아요. 착한 деген мейірімді, сондай кішіпейіл адамды 착한 дейді. Оған қарама қарсы сол наптыңды көп айтады. 좋은 사람 деген бола ма? Онда болмайды, иә? Болады, бірақ бір қарапайым, оны көп айтпайды. 착한 деп айтады. 좋은 деп. 착한. 나쁜 사람 деп естідім, иә. 이번 방학 때 어떤 계획이 있으세요? 이번 осы аптада 방학 дейміз, оқу демалысы. Хақ дейміз, осы оқу демалысында те деген уақытты білдіреді. Қандай уақытта екен, мысалы. Осы оқу демалысында. Осы оқу демалысы уақытысында қандай жоспарыңыз бар? Осы демалыс уақытысында қандай жоспарыңыз бар, иә? Мына кехуиги ма? Осылай оқыла ма? Кехуиги. Кехуек, иә? Кехуиги. Кішкене маған көп оқу керек сияқты. Одан кейін тыңдау да керек сияқты. Аудиолар. Тыңдап, қайталасаңыз тура солай. 여행을 갈 거예요. 여행을 갈 거예요. туған жеріңе қайта барамын дейді ме? Бұл жерде хлар негізі әлсіз оқылады,
Йохенгер. х деп былай. Иә, сосын мына жерде андай с деген бар ғой, сол сарам дегенді тоже андай сарам деп оқыла ма, солай, иә? Айтқан кезде. Тоже жіңішкертіліп айтылады, иә? Сарам. Хасе요 дегенде мысалға. 안녕하세요 деп солай. Солай айтыла ма? Ортасында келген жіңішкертіп айтыла ма? ортасында келген кезде әлсіз оқылады. Басында келсе, жаңа хыда деген сияқты, хасе요 деген сияқты. Басында келген кезде анық айтылады да. Ортасында кішкене әлсіз оқылады. 친구하고 같이 제주도에 가기로 했어요. Досыммен бірге Чеджудо аралына барып қайтпақшымын. Баратын болдық. Сондай типа жоспары бар. Иә, сондай баратын болдық деп. Шешім қабылдап. Жоспарлап қойған, иә? 가기로 했어요. енді 어떤 дегенде сұрақ бар, және 무슨 деген сұрақ бар. Мысалы 어떤 연화, 무슨 연화 деген сияқты. 어떤 연화 дегеніміз мысалы қандай категория типпен бірге қолданылады. Иә. Арнайы. Мысалы жанрын сұрайды да, мысалы қандай 연화 жақсы көресіз деген сияқты. Иә. Мусон, немесе роменсы деген сияқты. Қандай категориясы. Ал оның ішінде қандай кино деген сияқты. Арнайы қандай именно деген сияқты. Қандай киноны көргің келеді дегенде сол кезде мусын деп сұраймыз соны. Нені көргің келеді деген сияқты, қандай киноны. Ана жерде қандай түрін, қандай типін, қандай категориясын көргің келеді деп сұраймыз. Оттан деп. Уайымдары деген. Ол қалай уайы деген? Уайы. Сонда киноның аты, білмеймін. Уаны екен. Ол уаны. Уаны ма? Намжа. Уаны намжа, иә? Сонда бұл аты беріліп тұр, иә, бұл жерде. Погоч бойо. Сонда қараңыз. Сонда бұл мысалға былай келтірсек, оттон ымшегіл могош бойо. Иә? Бұл жерде ол айтады, мен спайси ымшегіл могош бойо. Сол сияқты, иә? Ал енді мұсын ымшегіл могош бойо болған кезде, ол жерде уже атын айтады, иә? Кимчичиге іріл могош бойо. Солай сияқты ма? 먹고 싶어요. екі 먹고 싶어요. енді мына жерде жаттығу бұған кішкене сөз керек болады. Мысалы мен жерге есіңізде болмаса мен жазып қоя салайын. Мысалы кыда үлкен чак. Осыны мысалы былай жазуым керек. Мына писада мысалы. Қанша? 1,5 миллион тұрады. Писада. Писан от сан. Соны осылай неге? Записін алдына қойып жазу керек. Писан от, сан от деп. Сонда мынаны қалай жазамыз? Күн от. Күн от. Күн коң. Күн коң. Мұнда чагын коң. Н деген жалғаны. Мына жерде қарасақ, мынау кішкене же дейміз, негізі сұрақ қандай.
есеп деген сияқты проблема осындай. Түсіндім. Мына жерде қиналып отыр, ол Орёпта. Алдында орёпта, мынау шүйтта. шүйтта. Жеңіл, мынау қиын деген сөз. Бұл жерде орёбын, орёун мунже. Анында орёун осылай, иә. Кипта. Шүйтта. Бұл да бұрыс. Шүйтта. Иә, бұл да дұрыс емес. Етістік. Пысы түсіп қалады. Шүйун мунже бола ма сонда? Бұндай болады. Ың жалғанады, иә? Әлде п бар ғой? Иә, ол алынады. Уға айналады. Оған нені? Бұл уға айналады. Шүйун. Сонда шүйун болады. Шүйун мунже. Келесі үшінші. Биік аласа. Конмуль деген білетін шығар. Осындай ғимаратты айтады. Ғимарат, конмуль. Биік ғимарат па? Иә, биік, аласа. Көп этаж. Біз оны нопын дейміз. Нопта. Нопта қысқаны кішкентай дейді, атта. Ноун. Нопын. Нопын конмуль. Иә, нопын конмуль. Нажын конмуль. Нажын конмуль болған. Жалпы мыналар сөздерді негізді есте сақтау үшін сіз біраз мысал құрастырып, ондай жаттығуыңыз керек. Осы нопын дегенге байланысты. Мысалдар келтірсеңіз, 5 мысал әртүрлі. Сонда есте қалады. Нопын мысалға. Мысалы, лотте тауы. Иә, лотпын апаты. Лотте тауы. Нопын 가, 높아요. 높은 산. 야, 높은 산. 높은 산. келесі тамаққа байланысты. 음식. 맛있다, 맛없다. 너무 맛있어. 맛없어. соны 맛있는 음식. 맛있는 맛있는 음식 болады. 쓰дан кейін тодан кейін келсе та деген орнына н келеді. 맛있는 болады. Сондай итта, уптамен аяқталатын сын есімдерге деп жалғай саламыз, ным деп жалғаймыз. Мен осыдан қателесетін. Мына 2 с келсе, оны мен кәдімгі машинның деп солай оқитын. Бұл жаңа не деген? Содан кейін н келсе, екеуден н болып қалады, машинның деп. Бұның бәрі практика арқылы келеді. Бір рет тыңдасаңыз, содан кейін тыңдап есте сақтап алсаңыз, әр мысал арқылы келеді. Мен егер бұны осылай оқымасам, мен ойлаймын, онда жазған кезде мен қате жіберемін деп ойлаймын да. Сол үшін солай жаттап алғам ғой. Машинның деп солай оқимын. Екеуін де бірге жаттау керек. Жаңа жазып, машинта деп. Мадоп, мадом. Анада мадомның болады. Мадомның Амшик.
Келесі екінші жаттығу. Жаңағыдай осындай диалогты құрастыру керек. Мына үлгідегідей. Диалогты аяқтау керек, иә? 슬프다 дейді. Ал 슬픈 우리 우리 조용화 볼까요? 저는 슬픈 영화는 싫어요. біз 싫어요. аударайық. Мысалы біз біз мына киноны көреміз ба? жо деп ана сәл алыста тұрып көрсетіп тұр да, анау деп. Анау Иә, киноны көреміз ба дейді, иә? көрейік пе деп сондай. Қал деп, көрейік пе? Ол айтады, менің мұңлы киноны көргім келмейді. Иә, жақсы көрмеймін. 싫어요, ұнатпаймын деген. Енді біріншіде 머리 자르셨어요. 자르셨어요? 머리 자르셨어요? 네, 어때요? 저한테 잘 어울려요. 네. 이거 болады, иә. 어울려요. 저한테 잘 어울려요. 네, 짧은 머리가 참 잘 어울리네요. 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 бір ғана л ретінде айту керек шығар. жоқ, 어울리네요. 짧은. келесі, 뭐 마시고 싶어요? 저는 аудару. аударайын. 머리 자르셨어요. басыңыз 자르셨어요. ауырғаным басылды ма? 자르다 дегеніміз, кесу деген қысқарту. Кесу деген. кесу. басыңыз қалай кесу сонда? ауырып тұрған жоқ па деген сияқты ма? Жоқ. Мори дегеніміз, мысалы бізде басты жуу керек деп айтамыз ғой. Иә. Шашты мори деп айта береді олар. Шашын қысқарттым ба деп. Шашын шаш негізі өткен мори карак. Мори карак, иә. Бірақ мен мынандай жаттадым, моририл маллёё. Иә, шашты кептіруде. Моририл писоё деген. Бірақ мына жерде мори чарышосоё. Шашты кептірдіңіз бе дейді. Кестіңіз бе дейді. Сосын, иә. Кестіңіз бе дейді, қысқарттым. Кестіңіз бе дейді. Шосоё болсын. Иә, оттеё. Қалай, қайдан білдіңіз деген сияқты. Жоқ, қандай екен деп, қалай екен. Қалай екен, оттеё, қалай екен. чоханте чал 어울려요. маған жарасам екен деген сияқты ма? Иә, маған жақсы. Маған жақсы жарасып тұр ма деген сияқты. 네, 짧은 머리가 참 잘 어울리네요. иә, қысқа шаш 참. Чал деген бірге қолданатын жай сондай. бірге чам-чал. Одағай сөз. Сонда қысқа шаш жақсы жарасып тұр. Жарасады екен деп. Жарасады екен. Нео деген таңғалуды білдіреді. Жақсы жарасады екен деп. Чам деген жай сондай бейнелеуші
сөз одағай. Чал деген. Жақсы деген сияқты, әдемі деген сияқты ма сонда? Чамжал. Иә, Бірге кезігіп, иә. бірге жазылған сөз. Чам чотта деп немен жақсымен бірге қолданады. Чам чотта. Сондай жақсы деген сияқты, өте жақсы. Сондай. Өте жақсы деген сияқты. Өте деген біз негізі ажу деген. Ажу болады, иә. Чам деген сол жай сипаттайтын нені білдіретін ғой. Түрі. Жақсы. Мо машиго шипойо. Не дәмді жегіңіз келеді? Жегім келеді. Жоқ, машида дегенбіз ішу деген сөз. Машида. Машиго. Не ішкіңіз келеді? Иә, не ішкіңіз келеді? Чоным. Чагабын. Чагауын. Мынау не? Бұрыс етістік. У болады. Чагауын. Чагауын. Чонын чагауын оренжи жусырыл машиго шипойо. Менің. Мен. Чагауын. Жоқ, мен. Менің дегеніміз ол чое. Чое дейміз. Нені білдіреді? Тәуелділікті ма, иә. Қазақша. Чоны деген жай ғана мен деген сөз. Мен. Мен. Чагауын деген. Мұздай, салқын. Суық па? Иә. Суық. Мен суық, салқын, оранжи жусы. Оранжи согын, оранж согын, апельсин согын ішкім келеді. Мен суық апельсин согын ішкім келеді. Үшінші мысал. 여름이 좋으세요? 여름이 좋으세요? 겨울이 좋으세요? 겨울이 좋으세요? 겨울이 좋으세요? 겨울이 좋으세요? Жаз жақсы ма әлде? 여름 жаз жақсы ма? Иә, әлде 겨울 ол қыс жақсы ма? 저는 더운 여름도 싫고 춥다. 추운 겨울도 싫어요. 봄이나 가을이 좋아요. сонда 가을이 좋아요. 가을 ол күз, иә? көктем мен күз. мұнда айтады, мен ыстық жазды да суық мен ыстық жазды да суық қысты да ұнатпаймын. Күз бен көктем мен күзді жақсы көремін. келесі. 어머니는 어떤 분이세요? 어떤 분이세요? 제 어머니는 마음이 넓다. 넓은 분이세요. 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 넓은 분이세요. 어머니는 어떤 분이세요? 분 деген ол қандай? Bundan қарағанда негізі бун деп көп қолданады негізі. Бун. Өйткені бұл неден кейін зат есімнен кейін келеді ғой, осылай жалғасып келіп тұрған сияқты да. Оттон бун деп.
Пун деп. 어떤 분이세요? бола ма? Метпун есіне деп, мысалы неге барған кезде, асханаға барған кезде сұрайды да. Неше адам? Неше деп. сонда мына жерде анаңыз, қандай кісі дейді. анаңыз қандай кісі? Менің анам, мам деген Жаңағы кен пейілді, кеңпейілді адам. Сондай кісі, Сондай адам. Адам деген Кеңпейілді кісі. Сарам. Адам деген жай ғана сарам. Адам сарам. Ал мынау кісі деген сияқты ма сонда? Нені? Сыпайы түрі. Бізде қалаша не дейміз? Кісі деп айтамыз ғой? Сыпайы түрі. Кісі дейміз. Сондай жақсы кісі екен деп солай айтады ғой, сол сияқты шығар. Енді келесі 어떤 사람이 좋아요. Мұнда қандай? сұрақ белгісі. Қандай адам жақсы дейді. Қандай адам жақсы көресің? Қандай адам жақсы дейді, 어떤 사람이 좋아요. Сөзбен сөз аударсақ, мысалы қандай адам жақсы дейді. Сізге қандай адам жақсы? Енді бұл мына жерге өздеріңіз жазасыздар, қандай адам жақсы. Қандай адам. Мына жерден таңдап. Мына жерден қазір. 이쁜 사람 좋아요. дұрыс па? 이쁜 사람. болады. Еппін. Сережа. Еппін 사람이 좋아요. Әдемі адамдар жақсы. еппін 사람이 좋아요. Мына жерде мына зумда негізі шектеу бар, 1 сағат қана қолдануға болады. Одан кейін өшіп қалады. Бізге негізі 1 сағат болды, 7 минуттан кейін 1 сағат болады. Өшеді ма? Жақсы. Осы жерге аяқтайық. Жарайды, күшті. Рахмет. Күшті сабақ. Қалғаны келесін кейін жол жалғастырамыз. Келесі уже ол басқа не, кехуа осылар. Потом осы 16 гуа біткеннен кейін сіз сосын қандай жоспарыңыз бар? Одан кейін менде жоспар осы сабақтардан қайтадан мысалы бөлек барлығын подробно дұрыстап түсіндіру. Осы Zoom арқылы, Осы Zoom арқылы, әр адаммен. Кім үйренгісі келеді солармен. Осымен біздің неміз аяқталады, өткеннен кейін. Бірінші курсымыз, жалпы бірінші деңгей, корей тілінің бірінші деңгей. Ары қарай өздеріңіз кітаптан оқи берсеңіздер болады. Бастапқы деңгейі бұл енді не дейді. Осы арқылы орай бастап кетесіздер. Жақсы, рахмет. Соңғы сабақ осы немен кітаптың. Бұдан кейін бір негізі тест болады, келесі жолы айтам. Осы әр 4 сабаққа байланысты 4 топиктар болады, сол болады, сосын. Жақсы, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Көп жақсы, көп рахмет сізге. Өте керемет сабақ. Сау болыңыз.